Айтсам бекем, айтпасам бекем деген бір ой келіп тұр. Бірақ айту керек. Өйткені бұл да менің 85 жасымның бір күні. Мен жасырып қалмауым керек. Бұл өмірде 85-тің ішінде кездесетін, тіпті жиі кездесетін жағдай ма деп қалдым. Ал бірақ сонша жаман емес. Дегенменен оған да көп ақыл керек екен. Мен ол не дейсің ғой? Айтайын ба, айтпайын ба деп тұрғаным. Айтсам, өзімді шошып кеттім. Бірақ білу керек. 85-тің сабағы осындай да болады екен. Күндікке жақсы жүрмін, қаншама жұмыстарымды бітірдім. Бармаған жерім жоқ. Жақсы, күнде жақсы екен өзі деп. Мәз болып, енді біраз демалайын деп жүруге ерініп, есігімнің алдында біраз отырмайын ба? Күн қандай тамаша деп былай. Сосын отырып, қанша отырғанымды білмеймін, үйге кірдім. Енді үйге кіріп біраздасын үйдегілердің бәрі ұйықтаған, менің бөлмемде. Енді біраздасын қарасам, тісім шаншып барады, басым шаншып барады. Аяғым, мына бір жақ денем бәрі шаншып әшейін тоңып бара жатыр. Ойбай, не болып қалды? Күн жылы тамаша бүгін деп шошып кеттім. Ешкімді оятпай-ақ қояйын, өйткені бәрі ұйықтап қалған. Сосын жылынып алайын деп үстіме қабат кидім. Есікті жауып алып ешкім көрмесін деп. Тіпті бар ғой, грелкаға ыстық су құйып, соны да бастым. Неге тоңып бара жатыр? Аяғым бәрі сұп-сұқ. Сосын зәрем ұшып. Маған келіп қалған екен ғой. 85 деген оңай емес екен ғой. Ол келіп маған белгі беріп тұр ма? Жоқ әлде деп өзімше қорқылдап, содан кейін қой келген жоқ. Өйткені кішкене көп оқимын, қазір денсаулық жөнінде көп оқып жүрмін. Келген жоқ, әлі ерте. Мен міне ақыл есім бәрі дұрыс. Жаңа ғана мен қаншама шаруа бітірдім. Жүріп келдім. Баратын жерге барып келдім, айтатынымды да қайтып келдім. Әлі де қайтарым көп. Әлі қайтарым, қанша алдым өмірден, сонша беруім керек. Менің білімімдей, менің көргенімдей көрген ешкім жоқ. Мен соғысты көрсем, одан кейін қиындықты көрсем, оларды жеңсем, енді аяқ астынан мынандай жақсы жайлы заманда қарадан қарап, өзім күліп ойнап беріп аяқ астынан кетіп қалсам ұят қой өзі. Менің әлі берерім көп қой. Содан сөйтіп тұрып, таң атқан шектағым жоқ, ұйықтайын десем сырқырайдай кеп тұрып, денем сырқырайды, аяғым сырқырайды, осы тура. Бәрін жамылып атырым. Сосын басқа бөлмеден балалар көріп қойса, ойбай, әжеме не болып қалған? Тіпті деп шошып кетеме деп қайтадан оны шешем. Әйтеуір ұйықтаған жоқ. Сөйтіп жүріп таңғы 7 болды. Олар жылдам киініп, оқуға кеткен, жұмысқа кеткен, жұмысқа шауып кетіп жатыр. Сол кезде мен де ақыл жатқан болып жаттым да, олар кетісіменен тұрып, киініп, енді сөйтіп жанталасып жүргенде Емшипа деген жазып қойыппын дәптерге. Емшипаға барайыншы осы мен. Емшипа. Өйткені қазір өзім дәрігеріме барсам, бүгін не детскийден дейді, не терапевтке бар дейді, сосын терапевт анаған направление береді, мынаған направление береді. Сонымен жүргенде сосын бітіп те қалуы мүмкін, қалған күш қуатым. Жоқ, мен Емшипаға барайын. Емшипаға өзі бұрында барып жүретінмін. Емшипаға бардым. Осылай жағдайым дедім. Бірақ дәріні бермей қойыңыздар. Қайнату ішетін дәрі, оның бәрін білеміз ғой.
Үйде кеше ғана интернеттен жазғызып алдым. Бақандай 100 мың деп айтуға болады. 806 жылға жатыр ол. Дәрден көп нәрсе жоқ. Үкіметтің тегін беретін дәрісі де қап-қап болып жатыр үйде. Енді қап болғанда мынадай пакет. Ал енді маған нақты қандай ем бар? Дәрігер Қытай ғой, Қытайдан келген. Өзі атын ұқпаймын, ұмытып қала беремін. Бұрында емделген, мені көріп, бір туысын көргендей қуанып қалды. Мен де жақсы көремін өзін. Өйткені қандай қысылып қалған жағдайда көмектесіп, оның пайдасын көрген өзім. Сосын айтты, сізге ине керек, мынау қан айналымыңыздарыңды әлсіреп қалған, жүрмейді, соны жүргізетін. Содан кейін массаж керек. Дәл менің ойымда да сол тұрған. Мен де қазір осы денсаулық туралы көп ойлаймын. Сосын ақшасы бәлендей 3 күн. Енді 3 күн ине аласыз, массаж аласыз. 6 мың, күні 20 мың. Дұп-дұрыс. Әйтеуір бар ғой, тағы да мынау қарияларға, мен 85-те болғасын айта берем ғой енді, пенсионерлерге. Ақшадарың болу керек. Өз ақшаларың өздерінде болу керек. Неге десең қазір ол балалар жұмысқа кетті. Әй, маған ақша жіберіңдерші деп жатқаннан көріп, не болмаса олар мен әне жерге алып барыңдаршы деп жатқаннан көріп, таксимен келдім. Ақшам бар. Сосын даже наличка да болу керек қалтада. Наличка. Вдруг соның барлығын әйтеуір өзім басым бар. Соны ойлап кішкене сөйтіп жүрем. Сәкеннен үйлендім бә әйтеуір. Соныменен әлгі айтқан дәрісін мен айттым, екеуі бірдей ауыр болмас па екен, мен ана инені алайын, сосын массажды көрейін. Инені алдым, тіпті жақсарып бара жатып. Сосын массажды алдым, вообще секіріп кеттім. Кәдімгідей түк ауырмаған сияқты болдым. Сосын үйге келе жатып анда соқтым, мұнда соқтым келіп. Үйге келіп ойланып, енді бұл неге? Маған айтып олардың жеткізе алмағанын, өзімді кішкене, өзің білмесең түк болмайды. Әркімнен сұрап, әсіресе көршіден сұраған, балалардан сұраған түк емес. Олар балалар әлі оның басына түскен жоқ. Көрші оны көрген жоқ, оқыған жоқ, білген жоқ. Өз басыңдағыны өзің ғана білесің. Сондықтан білімді көтеру осы жерде де керек. Осы жерде өте керек. Мен әйтеуір қазір денсаулық туралы көп тыңдаймын. Анау профессорлардың ақыл кеңестерін. Енді қарыз сөйтсем, менің қателігім кеше жақсы жүрдім, тамаша, күндіз ауырған жоқ дәнеме. Ал енді кешкілікте сосын шаршадым ба, үйге де кіргім келмеді, есіктің алдында отырып қалған. Ешқандай суық емес, дәнем емес. Сөйтсем, қан тоқтап қатты. Қанның айналымы ақырындап аяғым тоңа береді. Әне жерімде тоңады, жарты жеңнен тоңады, басым шуылдайды, не болып қалды деп десем, қан тоқтап тұр. Оказывается, движение это жизнь дегенді мен ыңғиға айтып жүрмін өзім, жатқа айтатым онда. Движение это жизнь екен, осы арада тағы да анық көзім жетті. Мен отырдым, отырмауым керек екен. Ол біреулерге отыруға болады, ол секіріп келді. Ал менің қаным 85-тің қаны дәл анау 45-тің қанындай айналмайды екен. Сондықтан отырып қалмай, қозғалып жүрсем, бұлай ауырмас едім. Соныменен шипаға қалғысымды айтып, ал енді 85-тегілерге ақылымды айтайын деп тұрмын. Егер менің қалтамда ақшам болмаса, таксиге төлейтін, не бар, соны айтатын тілім болмаса, не болмаса соны дәлдеп, не керек екен біліп, дәл тауып емделуге бармасам, анау анда мында барып, анау айтты, мынау айтты, мені қашан апарасың деп жүрсем, не болады? Асқынып кетеді. Анау тоқтауға тақау тұрған қандар тоқтап қалады, ұйып қалады. Сондықтан бір ерлік жасадым, аяқ астынан жазылдым да кеттім. Ал енді айтар ақылым, өз денсаулықтарыңа өздерің мұқият болыңдар. Пенсияларыңа өздерің ие болыңдар.
қалтылығына бітті бір жерлерің шаншыса не қылса не бітті бір шөлдеп қалсаңдар өздерің барып жақсы жерден тамақ ішетін жақсы жерге көріне салатын біреуге бір балаға бүйтіп бере салатын қалтаңда ақшаң болсын пенсияңа өзің ие бол сосын өзіңнің денеңді өзің жақсы көр өзің соны қадағалай біл бақылай біл ардақтай біл өзіңді өзің жақсы көрсең ел де сені жақсы көреді менің 85-ім осындай 85-імнің бір күні